Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Snickers торттың бисквитін дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаларыңыз кішкентай болса 6 жұмыртқа қолданыңыздар. Менің жұмыртқам кішкентай болғандықтан мен 6 жұмыртқаны қолдандым. 6 жұмыртқаға 150 грамм қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осылай аппақ болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Енді сұйық массамызға 150 грамм жылы сүт пен 100 грамм сұйық май құйып, астынан үстіне қарай осылай араластырып аламыз. Енді біз қою массамызды бөлек араластырып алатын боламыз. 180 грамм ұнға 60 грамм какаоны салып, оның үстінен 20 грамм разрыхлителді салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық массамызға дайындап қойған ұнымызды бөліп, аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Салған кезде астынан үстіне қарай араластырамыз, болмаса бисквитіміз шөгіп қалатын болады. Мен бисквитімізді 2 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламын. Бисквитімізді диаметрі 18 сантиметрлі листке салып пісіріп алатын боламыз. Сол кезде көтеріліп пісіп шығатын болады. Мен сәл үлкендеу листке салып пісіре бердім, маған солай ыңғайлы. Енді духовкаға 180 градуста 20-30 минутқа жібереміз. Бисквитіміз осындай жұмсақ болып пісіп шығып. Дәл осы Snickers торттың кремін жасап көрсеткенімді қаласаңыздар, маған подписаться етіп, лайк баса кетіңіздер.